Сендегі ой не үшін Назеркені біздің жанымыздан алып кеп барып фото видеоға түсірттің? Осыған жауап берші. Кеше жауап бердім ғой. Мен кеше болған жоқпын, тағы да айтқым келіп отыр. Сен бүгін де созып отырсың ғой сол үшін. Өйткені Назеркенің қолынан шыққан видео мен үшін керемет. Онда барлығын жауап белгілі деп ойлаймын, Баласахан. Бұның істеп жатқан нәрсесінің барлығы сыртта өздері Назерке екеуі келісіп жүріп, бірақ бізге білдіртпей, бізді шындығып жүрсін десе. Мына жерде басқа жауап жоқ, Бекзат. Жарайды. Негізі айтып жатсыңдар ғой, Бекзаттың былығы деп жатсыңдар ғой, иә? Бірақ менің былығыма Назеркені қатыстырмай ақ қойыңдар. Өйткені Назеркенің ешқандай қатысы жоқ. Жарайды, айтып жатсыңдар, солай ақ болсын. Бекзат істеп жатыр, ой, Бекзат былай өзі недостойный, мен солай ақ болайын, бірақ Назеркенің оған қатысы жоқ. Назерке ақылдасылған екеуі сыртта сөйлесіп жүр деген әңгіме ешқайсысындыққа сай келмейді. Назеркенің Назеркенің егер былығы болмаса, онда оның ақылы жоқ деген сөз. Не үшін? Себебі сен тартып тұрған былыққа ол біліп тұрып барып отыр ғой. Неге біліп тұр ол? Ол өзі егер ақылы болатын болса, Бекзат мен мынандай былығыңа тартпа, ертең эфирде мен жаман болам. Барлығына сөздің барлығы қызға келеді деп өзі айтатын еді ғой. Онда оның ақылы жоқ деген сөз. Сонда Шерхан. Немесе мына жерде Назерке жүгіріп жүр. Не сен оның артынан жүгіріп? Сонда кім? Шерхан. Шырайлымда ақыл жоқ па сонда сенен бірге пәтерге барып жүрген? Қайқа барып жүрген? Біз сендер сияқты бұл жерде болған жоқ. Мен барлығын басын ашып алдым. Просто қара, сен онда жанында қызы солай көр онда. Сенің былығыңа ол барып батқан онда. Жоқ, қара, сендер білдіртпей, мына үміткердің сыртынан мен әдейі апарып, мен үміткермен қайдан білесің ол үміткердің сыртынан деген нәрсені қайдан білесің сен? Енді қараса барлығы шығып отыр ғой. Сен өзің нағылы үміткеріңді кездесуге апарып, Назеркеге видео түсіртеді екенсің. Мен шырайды алып жүрдім ба не? Үміткермен жүрген кезде или осыған видеоға түсірттім ба? Мен просто эфирда болды, дәл осылайына қалай бар, солайынан шығарып бердім да, мен ұсынысым жасадым, болды. Жоқ, бірақ негізі қара. Жігіттер ренжімеңдер, сөзің аузында, Бекзат, ренжіме. Жігіттер неге екеулердің пікір таластарында, екеулердің әңгімелеріне неге бізді көміп жатсыңдар? Назерке екеумізді. Причем тут мы бізді Шерханға да болмайды ғой, неге бүкіл нәрсені қызға жаба бересіңдер? Бекзат айтып тұр ғой, менің былығым деп өзі мойнымен көтеріп тұрған нәрсені жоқ, сен ондай емес деп неге өздерінің ойларынан бірдеңе шығарып алып отырсыңдар? Енді қара. Назерке тут причем? Мен Назерке причем дейсің ғой, ұялып отқан Назерке жоқ мына жерде. Кім пікір айтса, деп ана риза болып отыр. Мына үміткердің айтып отқанына да риза болып отыр, осы әңгімеге басын тыққанына да риза болып отқан Назерке.